3 жасар бала көкжөтелге шалдықты. Бұл биыл аймақта тіркелген алғашқы жағдай. Облыстық санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаменті мамандарының сөзінше, сәбидің ата-анасы жұқпалы дертке қарсы екпе алудан бас тартқан екен. Осы жағдай сәуір айында тіркелген болатын. Қазіргі кезде бала өз үйінде. Жағдай бір қалыпты. 2021 жылы жағдай тіркелген жоқ. Осы 22 жылдың 5 айында бір жағдай тіркеліп отыр. Ал 20 жылға келетін болсақ, Солтүстік Қазақстан облысында 15 жағдай тіркелді. Көкжөтел адамның тыныс алу функциясын бұзып, демалу жолдарының шырышты қабатын зақымдайды. Вирусты көбінесе 2 жасқа дейінгі балалар мен қарттар жиі жұқтырады екен, және ол ауа арқылы таралады. Көкжөтелдің белгілеріне келетін болсақ, ол жоғары тыныс алу жолдарының бактериялық инфекцияларына ұқсас болып табылады. Ол кезде дене қызуы 38 градусқа дейін көтеріледі, қалтырау, әлсіздік, бұлшықеттердегі ауру, бас ауруы, мұрын жолдарының ағуы, мұрынның бітуі, құрғақ жөтел, шырышты қабықтың ісінуі байқалады. Осы қоздырғыштың берілу инфекциясы жұқтырған адаммен тығыз байланыста болған кезде ауа тамшы арқылы жұғады. Және де ауру адам аурудың айқын сатысы басталғаннан кейін көбінесе 30 күн ішінде алғашқы патологиялық көріністері инфекцияны тарата алады. Вирустық аурудан сақтану үшін мамандар тұрғындарды уақытылы вакциналауға шақырады. Бердімұрат Баймұқан, Қазбек Арықбаев, МТРК.